Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгінде елдегі жаңалыққа қарағанда әлемдегі сондай-ақ көршілес жатқан ірі империалистер жайындағы ақпарат халық үшін қызықты болып тұр. Сондықтан аз-кем соғыс туралы сөйлей кетейік. Ресей және Украина итшығыс кезеңде тұр дейді Блумбергтің соңғы мәліметтері. Адамда екіұдай күйге түсіретін бұл жағдайлар Франция Украинаға көмек қолын созыпты дегендер бар. Жақсы, Еуропаның жүрегі саналатын Париждің де саясат сахнасынан дәмесі бар екенін бұрын да білетінбіз. Бірақ әңгіме Францияның Украинаға бермек болған көмегінде емес. Мәселе сол көмектің салдары бізді біраз ойға жетелей түсті. Француздар бұл жолы Украин жерін қорғауға ұмтылған екен, тіпті Украинаның әскери әуе кеңістігіне жойғыш ұшақтар кіргізіп, батыс Украина 3-1 атом электр станциясы орналасқан аумақты қанатының астына аламыз деп білек түріп отырса керек. Мұны естігенде бірден қуана кетейін десең, саясаттың сарсаңы оңай емес екенін бірден түсінесің. Батыс шенділері де іштей қуанып емес, қақтығысқа тікелей кіріп кетеміз бе деп үрейі ұшып отырғандай. Шыны керек, қазіргі геосаяси ойын итшығысқа ұқсайды. Батыс саясаткерлерінің жүрегі дауаламайтыны Ресеймен тіке қақтығыс, былайша айтқанда жойғыш ұшақтар батыстан шыққанымен олардың ұшып жүрген аспаны әлі де Ресейдің көздеген нысанасына айналып тұр емес пе? Сіріңкенің бір шырпысы тұтанса, тұтас әлемді өртке орай салатыны бәріне белгілі. Ал Ресейге келсек, Путиннің пиғылы тасқа басқандай анық. Кремль Украин жерінің біразын өз конституциясына кіргізіп қойған. Енді ешкімге оңайшылықпен қайтарып бермесі анық. Путиннің ойынша ол өзінікін қайтарып жатыр. Әрине, Кремльдің көзәйнегімен қарасаңыз, шынында бәрі дұрыс секілді. Бірақ Киев тұрғысынан қарағанда бұл барып тұрған озбырлық екенін сезесің. Сондықтан екі жақтың ортақ шешімге келуі екіталай. Оның үстіне Франция берген жойғыш ұшақтар Украина аспанында Ресеймен соғыса кетсе, Еуропа шенеуніктерінің жүйкесі біздің Жұманғариннен кем жұғармасы анық. Қазіргідей алмағайып заманда саясаткерлердің жүйкесі емес, төзімі сыналатын уақыт туып тұр ғой. Ал Украина ше? Украинада қазір тек аспан ғана емес, жерде де атом станциялар тұр. Сол атом станцияларының тағдыры Францияның да, басқаның да, Еуропаның да бірқатар елдердің де мазасын қашыруда. Бір ғана абайсызда батыс пен Ресей жойғыштарының қақтығысып қалуы дүниенің апатын жақындататын саясаткерлер де біліп отыр. Сондықтан Украинаға берілген көмек бір жағынан қолдау, екінші жағынан өзіне өзі қағызылған орға да ұқсайтыны жасырын емес. Әйтеуір Еуропа саясаткерлерінің бұл күндері кірпігі айқаспай жүргені анық. Қай уақытта, қай аспанда, қай елдің ұшағының құйрығы өртеніп, жерге құлап түсер екен деп алаңдап отыр олар. Тым батылдық танытамыз деп, үшінші дүниежүзілік соғысты бастап жібермейміз бе деп үрейлері ұшып отыр десек, артық айтқандық болмас еді.